Достар, қайырлы күн. Бүгін Lexus автокөлігіне, яғни запаскасына датчик оқытатын боламыз. Және де запасканың орнында газ баллон болғасын, запаскасын көп тасымайды. Ол Lexus Toyotаларда, мына үлкен класты көліктерде 5 датчик болу керек. 4 датчик болса болмайды. 5 датчикпен ошибка да сөнеді, панельде светтердің барлығы да сөнетін болады. Запасканың орнын имитат жасау үшін екі заглушка керек болады, 50-лік диаметр көргеніңіздей. Сосын бір 15 сантиметр немесе 10 сантиметрдей осындай 50-лік ПВХ сантехниканың трубасы керек болады. Универсал датчиктің бір жақсысы мына сосок бөлек алынады. Датчик бөлек алынады, сосок бөлек алынады. Универсал датчиктің бір жақсы дегені, датчик бөлек алынады, ал сосогы бөлек алынады. Мен мына жеріне сосогын қойып, бір заглушканың бір шетінен өстіп сосогын шығарып, бірлік сверло керек болады. Бірлік сверломен тесіп шығасыңдар. Сосын для страховки момент клеймен бір қатырып жіберсеңіз болады. Болды. Сосын мына датчикті жаңағыдай ішке саламыз. Датчик осында ішінде тұрады, ана көрінгендей. Сосын қазір пайкілеп қатырып тастаймыз. Ешкім запаскасын тасығысы келмей шешім іздеп жүрсе, осындай шешімі бар. Кішкене колхозный болып көрінеді, бірақ бардачокқа немесе багажниктің ішіне салып қойсаңыздар, әбден арқайын жүре аласыңдар. Сонда шам да жанбайды, датчик давления и датчик давлениенің индикаторлары барлығы дұрыс көрсетіп тұрады. Осылай жасап бердік. Енді кішкене қисық-мисық қылып, енді бірақ қисық-мисық болса да тұратын шығар деп ойлаймыз. Енді оны енді үріп көреміз 2 атмосфераға дейін. Сосын көлікке салып көретін боламыз. Достар, міне жасадық, үріп қойдық. Енді давлениесін қарайық, қаншалықты рас екенін. Кнопканы басамыз, оқуды. Бізде 432 дейді, 4,5 атмосфера керек болса. 4,5 істеп қойсаңыз да болады, 3 жасап қойсаңыз да болады. Метод действующий, рабочий десек те болады, сондықтан керек болатса хабарласыңдар.